Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін мен осындай кәуап пісірдім. Дәмі енді өте дәмді болып шығады екен. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Және де достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Бізге ең бірінші бұл жерде тауықтың, яғни филесі қажет болады. Оның үстіне қаймағымызды, содан кейін паприкамызды, дәміне қарай мен бұл жерде дәмдеуіштерді қолдандым. Бұл жерде мен дәмдеуіштерді тауықтың дәмдеуішін және де кәуапқа арнайы қосуға болатын кәуапқа арналған дәмдеуішті қолдандым. Барлығын салып болғаннан кейін дәміне тұзымызды, содан кейін бұрышымызды салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып шығатын боламыз. Міне араластырып болғаннан кейін біз үстін осылай пакетпен жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Бізге одан кейін шпажканы 15 минутқа мұздай суға салып қоямыз да, ол шпажканы салып қойып себебіміз пісірген кезде шпажка күймейтін болады. Бұл жерде өте өткір абайлап саламыз. Мінекей біз осылай кәуапымызды шпажкаға салып болғаннан кейін пешімізді қыздырып қоямыз да, осындай бізге форма қажет болады. Формамызға кәуапымызды біркелкі салып аламыз. Бәрі сиятындай етіп саламыз. Бұл жерде біз бұл форманы екі жағы да әдемі піссін деп қолдандық. Одан кейін мен бұл жерде соус дайындайын деп шештім. Соусқа сары майымызды салып, укропымызды және де бұл жерде сарымсақ салсаңыз болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Енді біздің міне кәуапымыз дайын болды. Дәміне қараңыздар, өте аппетитный болып тұр. Осының үстіне бағана дайындап алған соусымызды әдемілеп жағып шығамыз. Міне бізде осындай дәмді кәуап дайын болды. Отбасыларыңызға күнделікті неше түрлі рецепттермен тамақ дайындағыларыңыз келсе, менің каналыма жазылып, комментария жазып, каналдың ары қарай өсуіне себепкер болсаңыздар болады. Сіздерге барлықтарыңызға рахмет, сіздерге ас болсын.